Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, студенттер және оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok-тағы және YouTube-тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай Скананидің кітабынан 12.003 геометриялық есеп бізге АБЦ-да ромбы берілген А, оның сүйірбұрышы альфаға тең. Осы сүйірбұрыштың төбесінен бізге осы бұрышты бірдей қатынасында, яғни К бұрышының К бұрышына қатынасы бірдей екіне қатынасындай бір сәуле жүргізілген. Сол сәуле БЦ қабырғасының К нүктесінде қисын. Сонда бізге осы сәуле осы жүргізілген бірдей қатынасында, альфа бұрышының бірдей қатынасында білетін сәуле қарсы жақтың ромбтың қабырғасын қандай қатынаста біледі, яғни БК-ның КЦ-ға қатынасын табу керек. Осы есептің шығаруын көрсетеміз сіздерге. Бұнда не істейміз біз? Бұл есепті қалай шығарамыз біз? Қарайық. Мұнда енді А мен саны қосамыз. Ромбының қандай қасиеті бар? Диагональ, онда қисықтау өкітіп кешіріңіздер. Диагональ не? Оның диагоналі, яғни оның диагоналі не болады? Оның диагоналі биссектрсе да болады ромбтың. Белгілі қасиеті ромбтың, биссектрсе да болады ромбтың. Енді қарайық, бірдеңе қатынасымыз, значит, К бұрышы неге тең? Альфа бөлінген үшке тең дейсіз ба? Альфа бөлінген үшке тең. Мен бірдеңе, яғни үштен бірден тең, үштен екіге тең. Мына бұрыш К ада бұрышы неге тең? Онда значит, үштен екі альфа. Үштен екі альфа. Енді мына қарайық, мына бұрышты табайықшы. КАЦ, яғни диагональмен АК-ның арасында КАЦ бұрышы қалай табылады? Мына екі бұрыш алып. Мынау БАЦ бұрышы альфа бөлінген екі биссектрсе алатынымызды білеміз ғой. Альфа бөлінген екі минус альфа бөлінген үш. Мына бұрыш тең альфа бөлінген 6. Енді мына екі бұрышқа синустар теоремасын қолданайық. Мына бұрышпен БК мен АК ортақ қой, АКЦ екі бұрышқа синустар теоремасын қолданайық. Мына бұрыш альфа бөлінген екі. Енді біз АБК-ға синустар теоремасын қолданайық. Мына бұрыш мен альфа болсына іргелес жаққан бұрыш минус альфа ғой. 180 минус альфа қосындысы жүзектегі параллелға қарап ромб дегеніміз. Онда АБК-ға синустар теоремасын қолданайық. Онда БК-ның қарсы жаққан бұрыш қандай? Мына қайбір альфа бөлінген үштің синусы. Альфа бөлінген үштің синусына қатынасы тең. Міне, қайсысы неден АК ортағын алайық. АК-ның нағын қатынасы, АК-ның синус пи минус альфа. Енді синус пи минус альфа, ол бәрібір синус альфа болады келтіру формуласы. Нағын орнына синус альфа қойғанымыз өткен тепе-тең олар, дұрыс па? Өрнекті тепе-теңге өзгертсек, ол неғымен алгебра өзгерте аламыз, яғни өрнек өзгере береді АК синус альфа міне. Бұл АБК бұрышынан. Енді қарайық, тура басқа АК бұрышынан не қылайық? Қарайық. Біз БК-ның КЦ-ға қатынасын тапқымыз келіп отыр. КЦ бөлінген қарсы жақтан бұрыштың синусы. Қазір ғана таптық КЦ мына бұрыштың, мына бұрыштың синусы ол қалай? КЦ бөлінген синус альфа бөлінген альфа. Міне. Сонда мына қалай? Қайсы сонда неге қатынас? Мына бұрышты ғой. Қандай ортақ қабырға? АК тең АК бөлінген қарсы жақтан бұрышына альфа бөлінген мен тең ғой. Мынау да альфа бөлінген. Өйткені мынау биссектрсе қарама-қарсы жақтан бұрыштар тең ғой. АК бөлінген синус альфа бөлінген. Енді мыналар мүшелеп бөлейік. Мына екі қатынасын мүшелеп бөлейік сонда. Сонда не шығады біздікі? Мүшелеп бөлейік сонда. Оң жақтарында бөлейік, сол жақтарында бөлейік. Енді алгебралық қатынас бұл енді БК-ның сондайына қалай бөлсек екі жағында не болады сондай? Қарайықшы. Сонда не шығайын деп тұрған көрейікші. Сонда біз мынаны бөлейік енді екі жағында. БК-ның, значит, БК-ның КЦ-ға қатынасы сол жағын бөлсек. БК-ның КЦ-ға қатынасы не қалады мына жақта? Көбейтілген синус альфа бөлінген 6 бөлінген не қалады сонда? Синус альфа бөлінген 3 тең. Енді сол жақтар тең болса, қатынастары тең болған жоқ. АК-лар қысқарып кеткенде не қалады мына аяғында? Синус альфа бөлінген 2 бөлінген синус альфа. Мен түрлендірейік енді қарайық. Альфа бөлінген 2 көбейтілген екі ғой. Екілік бұрыштың синусын қолдан аяқтан ана жерде түрлендірейік енді қатынасты. Түрлендірейік біз сонда. Синус альфа бөлінген 2 көбейту 2 синус альфа бөлінген 2 косинус альфа бөлінген 2 сонда түрленейін деп тұр мынау. Не болайын деп тұрған қарайық. Сонда қарайық мына. Аяғында қандай болайын деп тұр? БК-ның КЦ-ға қатынасы не қысқарады екен? Анықтап алайық сол жерде. Синус альфа бөлінген 6 көбейтілген 2 синус альфа бөлінген 6 көбейтілген косинус альфа бөлінген 6. Алай қысқарады. Тарас көріп тұр ғой бізде. Тең
мына жақта не бар? Синус альфа бөлінген 2 и 2 синус альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа бөлінген 2. Ана жерден қарайық міне. Ана жерде мыналар қысқарып кетеді, дұрыс па мыналар, иә? Екілер де қысқарып, сонда ВК-ның катцаға қатынасы неге тең деп тұр? ВК-ның катцаға қатынасы мына жаққа шығарып жібереміз. Сонда косинус альфа бөлінген 6 бөлінген косинус альфа бөлінген 2. Осыған қатынасы. Яғни жауабы қалай болады? ВК-ның катцаға қатынасы неге тең болады? Жауабы ВК-ның катцаға қатынасы неге қатынасындай? ВК-ның катцаға қатынасы косинус альфа бөлінген 6-ның косинус альфа бөлінген 2-ге қатынасындай. Жауабымыз осылай болады. Есебіміз шықты. Видеоны лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.